Бұрыштарды транспортердің көмегімен өлшеуге болады. Біз транспортерді бұрыштың өлшемін білу үшін пайдаланамыз. Бұрышты өлшеу үшін транспортерді қалай орналастыру керектігіне назар аударыңыз. Транспортердің центрін бұрыштың төбесіне, сәулелердің қиылысу нүктесіне дәл келтіріп, бір сәулесі 0 градус арқылы өтетіндей етіп орналастырамыз. Бұрыштың екінші сәулесі транспортердің шкаласынан 50 градусқа сәйкес штрихтен өтіп тұр. Берілген бұрыш 50 градусқа тең. Өлшемі 68 градусқа тең бұрыш сызайық. Бірінші, біз сәуле сызуымыз керек. Транспортерді сәйкестендіріп қойып, 68 градусты белгілейміз. Бұрыштың төбесінен және белгіленген нүктеден екінші сәуле жүргіземіз. Міне, 68 градусқа тең бұрыш дайын.